Сәлем достар, сіздермен мен Жадыра Шералы қызы, Сұлтанғазы бауырымның арнасына қош келдіңіздер. 3 бөлімнен тұратын құрақ құрау туралы мастер-классты осы арнаға саламын. Келесі бөлімдерін өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз және осы видеоны достарыңызға да таратыңыз. Мастер-класстың осы бөлімінде жол құрақты және үшті құрағын құраймыз және осы құрақтарға қандай мата қажет болады және оларды қалай қию керек екенін көрсетемін. Ең алдымен парча матасын құраққа дайындап аламыз. Бұл жұмсақ әрі сетінегіш болғандықтан біз бұған флизелинді жабыстырып аламыз. Флизелин дегеніміз бір жағында клейі бар мата. Енді парчаны теріс жағына қоямыз. Осы теріс бетіне флизелиннің клейі бар жағын қойып, жақсылап үтіктеп аламыз. Міне флизелинді жабыстырып алған кезде біздің матамыз қатайды. Енді осы жабыстырылған жерді қиып аламыз, ары қарай бізге қиюға оңай болу үшін. Парча матасын құраққа дайындап алдық. Енді осы дайындап алған матадан өлшемі 5-5 шаршы етіп 80 данасын қиып аламыз. Осы 80 дана шаршының 32-сі үшті құраққа кетеді, ал 48-і жол құраққа кетеді. Ең алдымен баған бойынша аралықтарын 5 см етіп белгілеп шығамыз және осы белгілеген сызық бойынша кесіп шығамыз. Мінекей, құраққа қажетті шаршыларды қиып шықтық. Өлшемі 5-5 см болды. Барлығы 80 дана. Енді осы 80 дана шаршының 48 данасының қарама-қарсы 2 бұрышын, ішкі бұрыштарын қосып сызамыз. Міне мынадай етіп 48 данасын сызып шығамыз. Ол бізге жол құрақты құрау үшін қажет болады. Құрақ блоктарының астары үшін бөз матасын пайдаланамын. Қатты түрі, созылмайды, сапасы да жақсы. Тігілген құрақтар сапалы болып шығады. Тігілетін құрақтың бір келкі әдемі болуы осы астарға да байланысты. Сондықтан мен барлық видеоларда айтамын, астарға кез келген созылмайтын мата болу керек деп. Егер созылатын болса, құрақ тіккен кезде ол әдемі көрінбейді, қисық шығады. Енді осы матаны бір тегіс етіп қию керек, ол үшін бірдей етіп бүктейміз. Роликті пышақпен кесетін болғандықтан мен бірнеше қабат етіп бүктеп алдым. Енді осы матадан өлшемі 16-8 см болатындай етіп 12 данасын қиып аламыз.
Құрақты тігу үшін құрақ жолақтарын қиып аламыз. Түрік велюрі матасынан тігеміз. Матаның мына шеті ұзындығы болып табылады. Ұзындығы бойынша мата созылмайды. Бұл маталардың ені 2,80 см болады. 280 см. Осы ені бойынша мата созылады. Ені бойынша матаны қимаймыз. Біз мынау ұзындығы бойынша қиямыз. Мата жолақтарын қимай тұрып, матаның мына шетін қиып алып тастадым. Роликті пышақтың көмегімен бірнеше қабат матаны бірден кесуге болады. Осы матаның ұзындығы 1 метр. Мен сызғыштың ұзындығымен өлшеп 4-ке бүктеп алдым. Бүктелген матаның мына шеті бір түзудің бойында тұру керек. Бірдей болып тұру керек. Сол кезде бірінші кескен мата жолақтары тегіс болып кесіледі. Осы құраққа пайдаланатын мата жолақтарының ені 3,5 см болады. Сол үшін қазір мына жерден қарапайым сызғыштың көмегімен 3,5 см-ді өлшеп белгілеп аламыз. Немесе мына дюймдік сызғышқа 3,5 см-ді қойып, қанша дюйм екенін белгілеп, осы сызғыштың өзімен ақ қиюға болады өлшеп. Осылайша құраққа пайдаланатын мата жолақтарын оңай жолмен қиып алдық. Ені 3,5 см болды. Видеода көрсетілген мына 4 түрлі түстен бірнеше мата жолақтарын қиып дайындап аламыз. Қазір жол құрақты құрайтын боламыз. Оған мына 2 түрлі түсті мата жолақтары қажет. Ені 3,5 см және астардың матасы 16-да 8 см. Осы астардың матасын теңдей ұзындығы бойынша 2-ге бөліп сызып аламыз. Барлық мата жолақтарын тіккен кезде олардың түгі төмен қарап тұрады. Ең алдымен жасыл түстіден бастаймыз. Астардың ені 8 см. Сол бойынша, ені бойынша мата жолағының шетін тігіп шығамыз. Мұнда тігіске 2-3 мм қалдырамыз. Тігіп болғаннан кейін шетін бір тегіс етіп қиямыз. Алдын ала дайындап алған шаршыны мынадай түрде теріс бетінен қоямыз. Мына бұрышы мына сызықтың бойында тұру керек, ал мына 2 бұрышы матаның дәл ортасында тұруы қажет. Екі жағынан бірдей болу керек. Және бұл сызылған сызық астындағы жасыл сызықтың шетімен параллель болуы керек. Енді осы сызған сызық бойынша түзу тігіспен тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін мынадай түрде бүктейміз. Енді мына шетіне күлгін түсті матаны
түгін төмен қаратып қоямыз. Осының шетімен бірдей болып тұруы керек. Ал жоғарғы жағы астардан 1 сантиметрге шығып тұруы керек. Енді лапканың шетімен туралап, астындағы үш бұрыштың шетіне дейін тігіп шығамыз. Үш бұрыштан аздап асып кетсе ештеңе етпейді. Енді мына шетіне астындағы үш бұрыштан 1 сантиметрге жоғары етіп, лентаны қойып, түзу тігіспен тігеміз. Мұнда шеті астындағы үш бұрыштың шетімен бірдей болып тұрады. Бұны тігу барысында астындағы тігілген бірінші күлгін түстіні жайып, ашып тігеміз. Жиырылып қалмауы керек. Мұндағы тігістердің барлығын, құрақтың ішіндегі барлық тігістерді лапканың шетімен туралаймыз. Осы лентаны тіккен кезде тігісті астындағы астардың шетіне дейін тігеміз. Артығын қиып алып тастаймыз. Мына тігіс астардың шетіне дейін болды. Мұнда да дәл солай. Енді тіккен құрағымызды ашамыз және мынадай етіп екінші шаршыны орнатамыз. Оның мына бұрышы сызған сызықтың бойында тұруы керек, ал екі қабырғасы астында тігілген күлгін түсті ленталардың шетімен бірдей болып тұруы керек. Енді сызған сызықтың бойымен түзу сызықпен тігіп шығамыз. Міне тігіп алдық. Енді оны мынадай етіп бүктейміз. Міне шеті күлгін түсті ленталардың шетімен бірдей. Ал бұрышы сызған сызықтың бойында тұр. Енді келесіде жасыл түсті лентаны пайдаланамыз. Осы жасыл лентаны да тіккен кезде біздің тігіс астындағы астардың шетімен бірдей болып тігіледі. Сол үшін мына жерден астардан жоғары қарай 1 сантиметрге ұзындау етіп аласыз. Ал шеті астындағы тігілген шаршының, яғни оны бүктедік, сол үш бұрыштың шетімен бірдей болып тігіледі. Біз оны осы үш бұрыштың шетіне дейін тігеміз. Қазір екінші жасыл лентаны тігеміз. Бұл кезде лентаның жоғарғы жағы астындағы үш бұрыштан 1 сантиметрге жоғары тұрады. Ал шеті сол үш бұрыштың шетімен бірдей болып тұрады. Мұнда да тігісті астындағы астардың шетімен бірдей етіп тігеміз. Астардың шетіне дейін тігеміз. Артығын қиып алып тастаймыз, тіккен құрағымызды ашамыз. Енді тағы да осы процестерді қайталаймыз. Қазір енді бір шаршыны қоямыз. Мұнда да жаңағыдай шаршының бұрышы сызған сызықтың бойында тұрады, ал екі шеті астындағы тігілген жасыл жолақтардың шетімен бірдей болып тұрады. Сызған сызық бойынша түзу етіп тігіп аламыз. Мынадай түрде ашамыз, үшбұрышымызды бүктейміз. Енді түстерді кезектестіріп тігеміз. Күлгін түсті тігеміз. Мұны да тіккен кезде жоғарғы жағындағы тігіс астындағы астардың шетімен бірдей болып тұрады. Мінекей үш бұрыштың шетіне дейін тігіп алдық. Аздап асып кетсе ештеңе етпейді. Осы үш бұрышқа жетпей қалмау керек. Енді екінші күлгін түсті матаның жоғарғы жағы үш бұрыштан 1 сантиметрге жоғары тұрады, ал шеті сол үш бұрыштың шетімен бірдей болып тұрады. Астардың шетіне дейін тігеміз.
Енді қазір 4-ші шаршыны қоямыз. Мұнда да мына бұрышы сызған сызықтың бойында тұрады, ал екі шеті астындағы тігілген мата жолақтарының шетімен бірдей болып тұрады. Осы әрбір құрақ блогына 4 шаршыдан кетеді. Түстерді кезектестіреміз. Енді қазір жасыл жолақты тігеміз. Енді қазір осы жерде екінші жасылды мына жоғарғы жағынан тігетін боламыз. Яғни қазіргі тігілетін мата жолағының жоғарғы жағы біздегі астындағы тігілген, соның алдында тігілген жасыл жолақтың шетімен бірдей болып тұрады. Ұзындығы бойынша астындағы үшбұрыштың шетімен бірдей болып тұрады. Астардың шетіне дейін тігісті жүргіздік, артығын қиып алып тастаймыз. Енді мына екі бұрышы қалды. Екі бұрышына күлгін түсті ленталарды тігіп шығамыз. Тігісті мына астардың шетінен бастаймыз. Сол үшін мата жолағының жоғарғы жағы астардан 1 см жоғары болып тұрады. Мұнда тігісті астардың шетіне дейін тігеміз. Енді екінші күлгін түстіні де солай тігетін боламыз. Міне тігіп аяқтадық. Құраған құрағымызды ашамыз. Енді теріс жағына қойып, шетін айналдырып тігіп шығамыз. Мұнда тігіске 2-3 мм қалдырамыз. Міне құрағымыз дайын болып қалды. Енді шетін артық маталарын қиып алып тастаймыз. Қайшымен де қиюға болады. Немесе роликті пышақтың көмегімен де кесіп тастауға болады. Осындай құрақ блогынан бізге 12 данасы қажет болады. Ал енді қазір екі құрақ блогын тігеміз. Астар матасы үшін 18-де 18 екі шаршыны қиып алдым бөз матасынан. Және бізге екі түрлі түсті мата жолақтары қажет болады. Сары және күлгін түсті. Бұлардың ені 3,5 см. Және бізге мына парча шаршылары қажет болады. Флизелин жабыстырылғаны 16 дана болу керек, ал жабыстырылмағаны 16 дана болу керек. Және осы өлшемдегі, яғни 5-те 5 см болатын сары түсті шаршы қажет болады. Бұл да түрк велюры матасынан. Енді құрағымызды бастаймыз. Мына құрақ көзін
орнатып аламыз. Қарама-қарсы ішкі бұрыштары қосып сызылған сызықтардың бойында осы құрақ көзінің бұрыштары жатуы керек. Түгін төмен қаратып тігеміз. Бекітіп алу үшін осы шаршының бір шетінен тігіс жүргіземіз. Енді қазір осы шаршының 4 қабырғасын мына күлгін түсті мата жолақтарымен қоршап тігіп шығамыз. Құрақтың ішіндегі тігістердің барлығын лапканың шетімен бірдей етіп тіктім. Құрақтың бірінші жолын тігіп болдық. Енді екінші жолын сары түсті лентамен тігетін боламыз. Мұнда алдындағы тігілген құрақтың бұрыштарына мынадай етіп қатты парчаны қойып тігеміз. Екіге бүктеп. Соңына дейін тікпейміз. Мұнда екінші шаршыны бүктеп орналастырып тігіп шығамыз. Осылайша күлгін түсті ленталардың бұрышына 4 шаршыны осылайша бүктеп қойып тігіп шығамыз. Құрақтың үшінші жолы күлгін түсті матадан болады. Күлгін түсті жолақты айналдырып тігіп шығамыз. Міне тігіп болдық. Енді осының шетін айналдырып тігіп шығу керек. Тігіп шықпас бұрын қатты парчаны екіге бүктеп 4 бұрышына қойып тігіп шығамыз.
Айналдырып тігіп шыққаннан кейін артық матасын қиып алып тастаймыз. Енді осы құрақ блогына 3D бейнесін беру үшін біз жаңағы флизелин жабыстырылмаған 16 дана парча матасын пайдаланамыз. Өлшемі 5x5 шаршы. Енді осыны мынадай түрде 4-ке бүктейміз диагональ бойынша. Осылай әр аралыққа 4 қабырғасына қойып тігіп шығамыз. Диагональ бойынша 4-ке бүктейміз. Сонда тіккен кезде оның көрінісі міне мынадай болады. Бұл парча матасының орнына осы құраққа сәйкес келетін түстерден басқаша маталарды пайдалануыңызға болады. Сатин маталарын пайдалануға болады. Тігілген кезде де жұмсақ болады. Құрақ блогын тігіп аяқтадық. Өлшемі 16-да 16 сантиметр болды. Осындай құрақ блогынан бізге 2 данасы қажет болады. Парча матасының шеті сетінеп кететін болғандықтан, осы құрақ блоктарының шетін зигзаг тігіспен немесе оверлокпен тігіп шығамыз. Зигзаг тігістің аралықтары 2 см, ал ені 5 см. Ал достар, келесі бөлімде осы бүгінгі құраған құрақтарды мынадай түрде топтастыруды көрсетемін. Каналды жоғалтып алмас үшін және келесі видеоны өткізіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз, ұнаса лайк басыңыз және комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған мен Жадыра Шералықызы. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.